Міне бұл кісілерде мазақ қылып осындай сұрақтар қояды. Қашан ол қиямет деп? Айтайын қашан екенін дейді Алла Тағала. Әрине бұл айтуымнан тек қана иман келтіргендер ғана пайда алады. Ал сендерге ол бәрібір дейді Алла. Бәрібір ойнайсыңдар сендер. Бірақ айтайын, қияметтің көрінісінен 3 көрініс берейін дейді Алла Тағала. Біріншісі сендердің көздеріңмен байланысты көрініс дейді. Қашан ол қиямет деген кезде? Фаиза бариқал басар. Көздер шағылысқан кезде дейді. Ана Алланың құдіретімен болып жатқан нәрсені көрген кезде қияметтің орнап жатқаны. Жұма күндерінің ең соңғысында. Жұмалардың ең соңғысында күн батыстан шығады. Адам күтпеген оқиға. Адам көзі есін жоғалтады. Адам емес. Адамның мына жақтағы есі түгіл, көз есін жоғалтады. Көз деген орын таппайды дейді бүйтіп. Татақаллабу. Айнала береді дейді. Мүминдердікінен ондай емес. Жаңағы адамдардікі сол айналады. Шахисоту напсоруху лазина кафару. Кәпірлердің көздері шарасынан шығып кетеді дейді. Міне бірінші көрінісі егер керек болса саған. Қашан болады деген. Екінші көрінісі вахосафал қамар. Ай жарығын жоғалтқан күні дейді. Тұтылған күні. Жарығын жоғалтқан күні дейді. Үшіншісі ваджумяға шамсу вал қамар. Күн мен ай біріккен кезде дейді. Осы дүниеде күн мен айдың тұтылатын кездері болып тұрады. Сондай тұтылулардың бір сәті болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху адамдарға түсіндіріп баяндаған. Инна шамса вал қамара аятани мин аятилла. Күн мен ай Аллах Тағаланың құдіретіне сілтеп тұрған ең үлкен белгілерінің ішіндегі екеуі дейді. Ла танкасифани. Бұл екеуі ешқашан тұтылмайды. Лимаути ахадин. Біреудің өмірден озғаны себепті дейді. Біреудің қайтыс болуы себепті тұтылмайды дейді. Вала ли хаятихи. Сондай-ақ біреудің дүниеге келуіне де тұтылмайды. Фаиза раайтумухума. Егер де сендер өмір сүрген кезде сондай құбылысты көріп қалсаңдар, екеуінің тұтылып қалған, бір-бірін бүркеп қалған кезін көріп қалсаңдар. Фафзау илас-сала. Онда үрейленген түрде намазға қарай қашыңдар дейді. Дереу жығылда намаз оқи бер, анау ашылғанша. Неге үрейленген деп жатыр? Фафзау, неге үрейленген? Күні қиямет солай болады екен. Солай басталады ол. Бірақ ол бұндай мағынадағы тұтылу емес қияметтікі. Қияметтігі екеуінің де жарығы жоқ болып кетеді. Иза шамсу куви